Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен қарапайым жолмен жасалатын және де дәмді болып шығатын сникерс пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер және сіздерге де дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Пирогымызды жасау үшін ең алдымен бізге бір жұмыртқаға қант және де сары майды қосып араластырамыз. Енді біз келесі құрғақ қоспаларды қосатын боламыз. Менде осы ыдыстың ішінде ұн, какао және де разрыхлитель бар. Үшеуін біріккенше араластыратын боламын. Ұн міндетті түрде електен өткізілген болуы қажет. Енді осы араласқан құрғақ қоспаларымызды екі бөлікке бөліп қосатын боламыз. Ұнымыздың екінші бөлігін қосып, алдымен қасықпен, одан кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Осымен біздің қамырымыз дайын болды. Осындай жұмсақ болып шығуы қажет. Енді дайын болған қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Біреуін үлкенірек, ал екіншісін кішірек етіп бөлеміз. Үлкен бөлігін осындай кольцоға немесе өздеріңіздің үйлеріңізде бар кез келген формаға орналастырсаңыздар болады. Екінші бөлігін осылай шет жағына орналастырып шығамыз. Қамырымызды кольцоға орналастырып дайындап қойдық. Енді біз салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына бізге вареный сгущенка және де арахис қажет болады. Вареный сгущенка сапалы болғаны маңызды, өйткені қазір пешке салған кезде ағып кетпейтін болады. Осымен біздің салмамыз дайын болды. Енді жаңа дайындап қойған қамырдың үстіне барлық жеріне жеткізіп, әдемілеп жағып шығамыз. Пирогымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минут аралығында пісіріп аламыз. Енді пирогтың бетіне глазур дайындайтын боламыз. Ол үшін шоколад пен сары майды микроволновкада немесе водяной баняда ерітіп аламыз. Енді ерітілген шоколадтың үстіне ұсақтап туралған арахисті қосамыз. Міне біздің пирогымыз пісіп шықты. Енді жаңа дайындаған глазурды пирогтың бетіне құямыз. Барлық жеріне жеткізіп, қасықпен әдемілеп жағып шығамыз. Осымен біздің дәмді сникерс пирогымыз дайын болды. Байқасаңыздар, өте қарапайым және де оңай жасалады, ал дәмі тіпті керемет болып шығады. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.